Көлемі жағынан Шымкенттегі ешқандай да тойханадан кем түспейтін 2019 жылы Сәулет Групп компаниясы эскиздік жобасын әзірлеген кезекті жобамызға келіп тұрмыз. Сіздермен бірге мен Нұрдәулет Алтен. Ендеше дайын болсаңыздар, обзорды бастайық. Өздеріңіз байқағандағыдай, үйіміз райт стилінде жасалған. Ауланың көлемінен байқасаңыздар 15 соттықты құрайды. Бұл жерде үйден бөлек беседка, спальныйдан шығып демалуға арналған беседкамызды қарастырғанбыз. Және де летний кухня, көліктерге арналған навесіміз бар. Және де ландшафтный дизайнның өзіне ерекше көңіл бөлінген. Ландшафтный дизайнымыздағы өсімдіктерге келіп тоқталатын болсақ, бұл жерде туя, сосна, голубая ель, шаровидный можжевельник, және де мынау газонымыздың өзі спорт газонымен қапталған. Неге? Өйткені бұның үстінде бала-шаға ойнағанға да ыңғайлы, және де отбасымен бірге пикник өткізгенге де қазір мынау бассейн төңірегімен таныстыратын боламыз. Соның айналасында газонның үстінде ойланбай басып жүре беруге болады. Өздеріңіз байқағандай, бұл жерде участоктың рельефіне байланысты екі уровеньге бөлінген участогымыз. Яғни үйдің өзі орналасқан, және де демалыс аумағы ретінде осы екінші уровень. Және де заказчиктің талабымен бізде 3 көлік сиятын навес қарастырылған. Жаңағы айтылып өтілген өсімдіктерден тұратын керемет ландшафтный дизайннан құрастырылып, осындай керемет үйде бассейн болмаса, ол уже үлкен қателік деп ойлаймыз. Мына жерде отбасымен бірге керемет демалыс ойластыруға болады. Және де көршіден өзіміздің участокке обзор түспес үшін мынандай өсімдіктен тұратын стендті де қарастырып өткенбіз. Енді сіздерге білінбей жатқан шығар, бірақ маған мынау асхана жақтан керемет иіс келіп жатыр. Көрейікші, бірдеңе пісіп жатқан сияқты. Мінекей біздің жобамен ұсынылған летний кухнямен барбекю зонамыз. Жаңағы керемет иіс мынау қазаннан шығып жатыр екен. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, бұл қысқа дайындық болып табылады. Қандай керемет зәулім сарайда тұрса да, қарапайымдылығын жоғалтпаған, отбасына деген ерекше махаббатпен қамқорлығын аямайтын қазақ аналарымызға мың алғыс деп айтып кетсек артық болмас осы жерде. Енді үйге қатысты кішкене ақпарат беріп өтетін болсақ, үйіміздің размері 15-ке 23, 760 метр квадратты құрайды. 2 қабатты және цокольный этажы бар. Енді бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай, біздің цоколіміз гранитпен қапталған, және де сырты натуральный травертин. Енді мынау фартугымыз, біздің кровлямыз турецкий жүке мягкий кровлямен қапталып, асты металлосайдингпен обшивация етілген. Алдына қарап тұрған жалпы терезелер бізде алюминий мультифункционалды теплый сериядан тұратын терезелермен қапталған. Енді сыртқа қатысты ақпаратпен бөлісіп болған болсақ, ендеше ішке кірейік. Бізде ішке кірген бетте екі жағымызда екі гардероб орналасқан. Біреуі аяқ киім, біреуі сырт киімге арналған. Және де аяқ астынан құда келіп қалған жағдайда күтіп алатын колонкамыз бар. Құданың келіп алғанын біз камерадан көріп білетін боламыз. Және ішке кіретін болсақ, бізде оң жақ бетте холл, көпшілік жаңағындай көп уақыт өткізетін бөлмеміз, және бізді бірінші күтіп алатын екі қанатты лестницамыз. Енді бұл жердегі бұл лестницаға келетін болсақ, твердый породадағы қарағаштан жасалған. Ары қарай келетін болсақ, мына бетте бізде зал, үлкен жалпы қонақтарға арналған, және де қол жуатын бөлмесі бөлек, ары қарай душқа, санузелға өтетін екінші кабинамыз, және бізде қазақша бөлме орналасқан. Кезекті бөлмеміз бұл үлкен холл 44 метр квадратты құрайды. Тапсырыс берушінің талабымен бұл бөлме бізде есіктің алдына үлкен панорамный тереземен қарап орналасса деген. Енді өздеріңіз байқап тұрғандағыдай бірінші этажымыздың биіктігі 3 метр 60 сантиметрді құрайды. Полда орналасқан ламинатымыз 34 класс 10 миллиметрлік ламинатпен қапталған. Енді бұл жерде холл арқылы біз үйдегі кухняға панорамный есік арқылы өтетін боламыз. Ендеше кухняны таныстырайық.
келесі кезекте бізде мінекей ас бөлмесі. Размері 5,5-ға 7,5, кез келген әйел затының көңілінен шығатындай кеңдікте жасалған. Міне өздеріңіз көріп тұрсыздар, керемет орналасқан кухнямыз, күнделікті осы үйде өздері ас ішуге арналған орын, және де диван, телевизор мен жаздық уақытта москитный жылжымалы сеткамыз арқылы панорамный тереземен сырт жақтағы беседкада шай ішуге мүмкіндікті де қарастырғанбыз. Керемет. Қазақ үшін ең маңызды бөлмелердің бірі бұл бізде зал, 9-да 5,5, 50 метр квадратты құрайды. Көңілге жайлы, қонақ күткенге өте ыңғайлы. Өздеріңіз көріп тұрғандағыдай барлық жағдай жасалған керемет бөлме. Енді біз қазір цокольный қабатқа түсетін болсақ, цокольный қабатымыздың биіктігі 3 метр 20 сантиметрді құрайды. Бізде түскен бетте оң жақта бильярдный күтіп алады, шардың дауысын естіп жатқан шығарсыздар. Және де бізде үйде демалуға ыңғайлы болу үшін сауна бөлмесі қарастырылған, пармен, басқасымен. Және мынау біздің осы үйдің жүрегі, осы үйдің миы, техпомещениеміз. Енді бұл жерде бірінші менің көзіме түскен әр мұсылманның үйінде болу керек. Кереметтіне жай намаз. Және де бізде прачка, киім жуу бөлмесі. Және мынау бетте бізде детский игровой, және де кинотеатр. Жүріңіздер, көрейік. Мінекей жаңағы кинотеатр бөлмеміз. Бұл жерде өзіңіздің отбасыңызбен жақсы көретін фильміңізді көріп, керемет демалыс өткізуге арналған бөлмеміз. Міне бұл бізде балалар бөлмесі, керемет, кез келген баланың арманы. Осы жерде өзінің ойындағы фантазиясымен кез келген өзінің персонажының рөлін ойнауға болады. Керемет, міне қараңыздар, кішігірім архитектуралық формалар берілген. Және де PlayStation мен мягкий креслоларда отырып, керемет уақыт өткізуге болады. Бұл бізде сауна бөлмесі. Мына жерде өздеріңіз көріп тұрған жерде 4 адам, 5 адам ойланбай демала алатын, және де 4 адам, 3 адам душқа түсе алатын, және 3 адам, 2 адам парға түсе алатын керемет парилка бөлмеміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандағыдай, бұл бізде цокольный қабатта орналасқан бильярдный бөлмесі. Жаңағы өздеріңізге көрсеткен саунадан шығып, жолдастармен осы жерде көңіл көтеруге таптырмас керемет орын. Керемет баспалдақ арқылы біз екінші қабатқа көтерілеміз. Ортамызда екінші жарық, үлкен люстрамыз. Бізде екінші қабатта 5 жатын бөлмесі орналасқан. Оның екеуінің өзінің ішінде тапсырыс берушінің талабымен өзінің гардеробы және душевой қарастырылған. Және де общий ванна бөлмеміз орналасқан. Енді біз әр спальныйдың ішіне кіріп жеке-жеке түсірмейік деп шештік. Себебі осы үйдің тұрғындарының жеке өзінің шекарасын бұзбағанды жөн санап тұрмыз. Осымен біз кезекті обзорымызды аяқтаймыз. Сәулет Групп компаниясының эскиздік жобасының әзірлеуімен құрылыс аяқталған. Осы үйге қатысты өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарияға жазып кетіңіздер. Ең керемет жазылған пікірге біздің Сәулет Групп компаниясының атынан арнайы индивидуальный эскизный проектіге 20% жеңілдік жариялаймыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.